92-ші сабақ бір бағыттағы қуып жету және қалып қою қозғалыстарына берілген есептерді салыстыру. Төтенше жағдайлар кезіндегі іс-әрекеттер. Бірінші есепке назар аударайық. Енді сен екі дененің қозғалысымен байланысты барлық формулаларды білесің. Сызбада көрсетілген әрбір жағдай нені көрсетіп тұрғанын түсіндір, қозғалыстың түрін ата дейді. Мұнда сіздерде 4 сызба берілген, сол 4 сызбаға байланысты біз қазір атап шығатын боламыз. Сіздер сызбаға қарап отырыңыздар. Ең бірінші сызбада сіздер кітаптан қарағандарыңызда V жақындау тең болады V1 плюс V2, ол бір-біріне қарама-қарсы жылдамдықты көрсетеді. Оның астында V қашық тең болады V1 плюс V2, ол біріне-бірі қарама-қарсы жылдамдықты көрсетеді. Келесі жанындағы V жақындау тең V1 минус V2, бұл бір бағыттағы қуып жету жылдамдығы. Оның астында V қашықтық V2 минус V1 бір бағыттағы қалып қою жылдамдығын көрсетеді. Келесі есеп, екінші есепке назар аударайық. Сызбалар бойынша есептер құрастыр. Мұнда сіздерде А, Ә, Б, В нұсқалары бойынша 4 есеп берілген. Сол 4 есепті қазір шығаратын боламыз. Бірінші А бойынша біз жаңағыдай шартын жазып алайық. V1 тең 70 км сағат, V2 90 км сағат, Т тең 2 сағат, S1 тең 80 км, С белгісіз. Шешуі V қашықтық тең болады V2-ден V1-ді азайтамыз. Сонда 90-дан 70-ті азайтқанда 20 км сағат шығады. Сыны табу үшін V қашықтықты Т-ға көбейтіп қосамыз 80 км-ді. Тең болады 20 көбейтілген 2, қосу 80, бұл бізде 120 км-ді береді. Жауабы 120 км. Ә берілгені V1 60 км сағат, V2 40 км сағат, С 200 км, Т белгісіз сағат. Шешуі V жақындау тең болады V1 минус V2 тең 60 минус 40 тең 20 км сағат. Т тең болады С бөлінген V жақындау тең болады 200 бөлінген 20 тең 10 сағат. Жауабы 10 сағаттан кейін 200 км болады. V1 25 км сағат, V2 40 км сағат, Т тең 4 сағат, С белгісіз км. Шешуі V қашықтық V1 плюс V2 тең болады 25 қосылған 35, 60 км сағат. С тең болады V қашықтық көбейтілген Т тең болады 60 көбейтілген 4 тең 240 км. Жауабы 240 км. Келесі V есепке қарайық. V1 70 км сағат, V2 50 км сағат, Т2 сағат, С1 50 км, С белгісіз км. Шешуі V қашықтық тең болады V1 қосу V2 тең 70 қосылған 50 тең 120 км сағат. С2 тең V қашықтық көбейтілген Т тең болады 120 көбейтілген 2 тең 240 км. С тең С1 қосылған С2 тең болады 50 қосылған 240 тең 290 км. Жауабы 290 км. Номері үшінші есеп, есепті шығар. Ең бірінші шартын оқиық. Қыз бала марғауын жоғалтып алған, олардың ара қашықтығы 50 метр болғанда байқады. Олай бір уақытта жүгіре жөнелді. Марғау 5 метр секунд жылдамдықпен қашты, ал қыз оны 7 метр секунд жылдамдықпен қуды. Неше секундтан кейін қыз марғауды қуып жетеді? Шарты: V1 7 метр секунд, V2 5 метр секунд, С 50 метр, Т белгісіз. Шешуі V жақындау тең болады V1 минус V2, Т 7 минус 5 тең 2 метр секунд. Т тең болады С бөлінген V жақындау тең 50 бөлінген 2 тең 25 секунд. Жауабы 25 секунд. Яғни олар марғауын 25 секундтан кейін марғауды қуып жетеді. Төртінші есеп, есепті шығар. Бір елді мекеннен бір уақытта бір бағытқа қарай екі өрт сөндіргіш машина жолға шықты. Бірінші машина 70 км сағат жылдамдықпен жүрді. Екіншісі жылдамырақ жүріп, 2 сағаттан кейін біріншісінен 40 км-ге осып кетті. Екінші машина қандай жылдамдықпен жүрді?
ең бірінші шартын жазып аламыз. Есептің берілгенін. В1 70 км сағат, С 40 км, Т 2 сағат. В2 қанша километр сағат? Шешуі В қашықтық тең болады С бөлінген Т тең 40 бөлінген 2 тең 20 км сағат. В2 тең болады В қашықтық қосу В1 20 қосылған 70 тең 90 км сағат. Жауабы 90 км сағат. Бесінші есеп, теңдеулерді жаз және оларды шеш. А 27401 мен К сандарының бөлінісі 398 пен 119 сандарының қосындысына тең. Міне осылай теңдеуді жазып аламыз. 27401 бөлінген К тең 517. К-ны табу үшін 27401-ді 517-ге бөлеміз. К тең 53. 27401 бөлінген 53 тең 517. 517. Келесі D минус 863 тең болады 39565 бөлінген 205. D минус 863 тең болады 193. D тең 193 қосу 863. D тең 1056. 1056 минус 863 тең 193. 193 тең 193-ке. Келесі осы есептің Б варианты. Бұл бізде 5020 қосылған Z тең 36054 көбейтілген 23. 36054-ті 23-ке көбейткенде 829242 саны шығады. Z-ті табу үшін 829242-ден 5020-ны азайтамыз. Z тең 824222. 5020 қосылған 824222 тең болады 829242-ге. 829242 тең болады 829242. Алтыншы есеп, амалдардың орындалу ретін анықтап, оларды есепте. Бізде мұнда есепте өрнек берілген, сол өрнектің амалдары орындалу ретін табамыз. Бірінші, 10.025-ті 25-ке бөлеміз. 401. Содан соң осы 401-ге 8.549.600 санын қосамыз. Нәтижесінде 8.550.101 саны шығады. Содан соң 10.335-ті 39-ға бөлеміз. 265. 8.550.01-ді 8.550.001-ді ден азайтамыз 265-ті тең болады 8.549.736. Нәтижесін мұнда жазамыз. Номері 7-ші есеп. Жер сілкінісі кезінде ашық жерге, яғни ашық алаңға шығу керек. Есепті шығар дейді. Алаң аудандарды бірдей кішігірім бөліктерге бөлінді. Ұзындығы 32 метр, ені 16 метр болатын 9 бөлік шықты. Алаңның ауданы қандай болған дейді. Мұнда қараңыздар. Бірінші С1 тең болады А көбейтілген В тең 32 көбейтілген 16 тең 512 метр квадрат. С тең С1 көбейтілген 9 тең 512 көбейтілген 9 тең 4608 метр квадрат. Жауабы 4608 метр квадрат. Номері 8-ші есеп. Есепті шығар. Екі велосипедші бір уақытта А пунктінен бір бағытқа қарай жолға шықты. Бірінші велосипедші 18 км сағат, ал екіншісі 21 км сағат жылдамдықпен жүрді. 3 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қандай болады дейді. Шарты 18 км сағат, В2 21 км сағат, Т 3 сағат, С белгісіз. Шешу В қашықтық тең В2 минус В1 тең болады 21 минус 18 тең 3 км сағат. С тең В қашықтық көбейтілген Т тең болады 3 көбейтілген 3 тең 9 км. Жауабы 9 км. 9-шы есеп. Назар аудар. Сандар тізбегінде қосарланған қатарлар бар. Сандар тізбегінің жазылушы заңдылығын анықтап, қалдырылған сандарды жаз дейді. Бірінші есепте мына жерде 3-ке 3 қосып тұр, 6-ға 3 қосамыз 9, 9-ға 3 қосамыз 12, 12-ге 3 қосасыздар 15, 15-ге 3 қосасыздар 18, тағы 3 қосамыз, Мұнда 41 минус 8 31-де 3 қосып тұр. Мінекей 41-ден 31 алғанда 10 минус 10 кетіп тұр, 31-ден
минус 10, 21. Мына жерде сонда 21 болады. Үшінші есепте, мұнда қараңыздар, минус 3, 21-ден 3 азайтқанда 18, 18-ден 3 азайтқанда 15, 15-ден 3 азайтқанда 12. Төртінші есеп, мұнда 5 азайтып тұр, минус 5. 65-ден 5 60, 60-тан 5 азайтамыз 55, 55-ден 5 азайтамыз 50 болады. Бесінші есепте, мұнда минус 5, минус 5, мынадан минус 5 болады. Бұлай қарауларыңызға болады міне. Мына жағынан қарайық. 80 минус 10. Минус 10. 80-нен 10-да азайтамыз 70. 70-тен 10-да азайтамыз 60. 60-тан 10-да азайтамыз 50. Сонда мына жерде 60 болады. Келесі алтыншысы мінекей. 45-тен 36, 36 28, 21-ге. Мұнда 4-ті қосып тұр. Ең соңынан қарасақ 4-ті қосып тұр. 10-ға 4 қосқанда мына жерде 14. Бірақ бұлай болмайды, өйткені басындағысы олай кетпейді. Яғни 45-тен 36-ны шығару үшін қанша азайтуымыз қажет? 9. 9-ды азайтамыз. Сосын 36-тан 28, тағы да минус 9, 21-ден 9 азайтқанда 15 шығады. Мінекей, біріншісінде 9, көп нүктенің орнына, екіншісінде 21, үшіншісінде 18, 4-те 50, бесіншісінде 60, алтыншысында 15 көп нүктенің орнына қойып шығасыздар. Келесі 10-шы есеп, есепті шығар, есептің шартын мәшинелер бір-біріне қарама-қарсы бағытта қозғалатындай етіп өзгерт, есепті шығар дейді. А пунктінен бір уақытта жеңіл мәшине 90 км/сағат жылдамдықпен және жүк көлігі 60 км/сағат жылдамдықпен бір уақытқа қарай жолға шықты. 2 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қандай болады дейді. Бірінші берілген жазып аламыз. В1 тең 60 км/сағат, В2 тең 90 км/сағат, Т2 сағат, С белгісіз километр. В қашықтық В2 минус В1 тең 90 азайтылған 60 тең 30 км/сағат. С тең В қашықтық көбейтілген Т тең болады 30 көбейтілген 2 тең 60 км. Жауабы 60 км. Екіншісінде В мұнда қашықтық деп алдық, мұнда жақындау деп аламыз. Дәл осындай жаңағыдай берілгені болады. Енді шешуі. В жақындау тең болады В2 қосылған В1 тең 90 қосылған 60 тең 150 км/сағат. С тең болады В қашықтық көбейтілген Т тең 150 көбейтілген 2 тең 300 км. Жауабы 300 км болады.